Так, житель, міне 3 стак алмазымды әкеп қойдым. Енді, короче, достарым, 3 стак алмазды әкеп қойдық. Короче, достар, мен мынандай деревняға көшіп келдім. Көріп қалғаныңыз өте керемет деревня екен. Мына ағаштар егілген, мына гүлдер бар, мынандай. Бірақ енді дұрыс емес десеп тұрсам, фермалардың дұрыс емес. Мен осының бәрін туралы айтмадым, достар. В общем, қараңдар, достар, мен үй сатып алған болатынмын да. В общем, көреміз енді қандай үй салып берген. Так, вроде ма, достар, мына үй ма? Так, біз житель күтіп алады деген. Так, осы житель ғой деймін да. Походу осы житель сияқты. Так, ассалаумалейкум, житель. Уалейкум ассалам. Бека деген сен ба мына үйді сатып алған? Я, братан, мен ғой, в общем. Так, осы үй ма сонда мен сатып алған үй? Я, осы үй, осы үй. Осы үйді біз бір күнде істеп бітірдік. Ма, житель, мына үйдің крышасы сәл-пәл қисықтау емес па? Жоқ, қисық емес, бәрі жақсы. Өте керемет шыққан үй. Ма, достар, кетті, хотя кіріп көрейік мына үйге. Ма, достар. Бай, кіріп көреміз. Достар, мияқа деген сұндық толтырып тастапты ғой, базар жоқ. Бірақ крышасы сәл-пәл қисықтау болмаса, так, в общем, бәрі быт-шыт қылып саған екен да. Бірақ негізі бәсе ойлап қоям ғой. 300 таққа өте арзан болып шықты да ше. 300 таққа ойлап қоям, 300 тақ изумрудқа қандай үй ол деп қоям ғой ше мен ше. Мына жерде асты бар екен, ма, мына жақта да сундуктар бар ғой. Кіріп көре қояйық. Ма, достар. Так, мына бәрі бос шығар да. Бірақ негізі әдемі екен мына жақта. Ма, даже мына жақта да жатуға болады екен, ойлап қараңыздар, достар. Өте әдемі үй екен, базар жоқ, бірақ енді сәл-пәл ұнамай тұрғаны мынау крышасы ұнамай тұр да. Житель, мына крышасын қалай туралап қоямыз, айтшы маған. Житель, мына крышасын не істейміз, мына дұрыс емес деп саған түсіндір, қуасыңдар ма? Мына крышасын немене бәле? Мына крышаны алып сәл былай қарай қою керек қой. Оламаса өзің жасап ал, бар кет бар деді. Болт, ойнап айтам, житель, сен қуады екенсің ғой таза, болт, осы үйді алайын, ал жарайды. Так, енді достар, ма, достар, в общем, мына үйді сатып алдық, енді бар болғаны 3 стак изумрудқа сатып алдық қой, короче, ма. В общем, мен ойлап тұрмын ше, скоро осы жерге өзім бизнесім жасамасам ба деп, бизнес жасап, в общем, мына Ё-моё, достар, мына сырты немене бәле? Былай қарасаң, ма, мына ішіп алып салған ба? Хотя мына тастарды мына жаққа әкеп қойса қайтеді деймін да. Бір артына салып, бүйтіп қоя салған айтамын да, достар. Қараңдаршы. Ё-моё. Жел болса, достар, мына үй түсіп кететін сияқты ше. Мә, қалай салып тастаған, достар. Болмаса, достар, осы үйді 1-2 ай тұра тұрайын да, сөйтіп өзім ағаш жинап, в общем, өзім бірдеңе қылып, өзім үй саларым, достар. Так, ойлап жатырмын да, достар, өзімнің мына фермамды ашып, өзімнің пшеница соларымды осы жаққа сатсам ба деп жатырмын да, барып мэрдің үйіне барып қайтайын, достар. Так, по идее, мэрдің үйі ана жақ. Жоқ, мына тұр екен ғой мэрдің үйі. Осы деревняға үйренісіп алу керек еді. Қараңдар, достар, мэрдің үйі үлкен ғой, көрдіңіздер ма? Так, мэр бар ма екен? Үйінде мэр. Ашып көрейік, достар, ма, кірамай. Бәсе. Так, мэр жоқ что-то, достар. Ма, мэр қайқа кетіп қалған, мына ұрлап кетеміз ба, достар, алмаларын да. В общем, жарайды. Бірақ негізі ше, мына үйдің мына асы ұнап тұр, бірақ үсті сәл-пәл ұнамай тұр да. Фотосында вроде жақсы көріскен еді, что-то қуып кеткен ғой. Ё-моё, қалай істеп сал. Бірақ маған мына жер ұнап тұр ше. Былай кіресің, мына жерде тұрасың да, мына кіресің да, есік жабасың да, былай ұйықтай қаласың, немесе мына жерге өзің собакаңды ма, итіңді ма әкеп, мысығыңды ма әкеп отырғызып қойсаң ғой ше. Кайф кететін сияқты да, по идее. Так, болды, житель, болды. Осы үйді алатын болдым. Все, осы үйді алатын болсаң болды да, мен кеттім. Так, вот, достар, енді ма, осы үйді 3 стак алмазға, 3 стак изумрудқа сатып алдық. Қалай ойлайсыңдар? Нормальный үй ма? Ма, вообще ма негізі ұнамай тұр да ше. Мына жер тесік қой. Қалай істеп саған? Ё-моё. Маған короче, ма жөзі қараңдар. Жел кесе қыс болса мына жерден ма ұрайын деп тұр ғой, примерно жел бар емес па? Так, мына жерше. Мына жерде сондай екен ғой, достар. Қалай істеген. Так, мына жер вроде нормально да, мына жер қараңдар. Жарайды, бізде
печ вроде нам былай қойсақ болады ғой. Қазір мына есікті бүйтіп алайын. Так, 1-2 давай родной алсақ десеңіз. Ай, вот достар, былай қойсақшы қалай болады екен? Так, примерно өйстіп қойсақ, так, енді көрейік ал. Вот достар, мен таза өзбек екенмін ғой. Бірақ по идее достар әдемі тұр да. Жарайды, болашақта осы үйді өзіміз жөндеп аламыз, короче, бірге. Қараңызшы, пустыня ғой, кайф ғой, осындай жер ұнайды маған ше. Мына ағаш көз алдымда өсіп шыққанын айтамын да. Базар жоқ достар. Қараңыздаршы, негізі мына үй әдемі да. Бірақ мойындаймын ше, мына жер әдемі шыққан вроде крышасы мен мына жерлер сәл-пәл ұйқаспай тұрған бар да, атак бәрі әдемі шыққан ғой. Житель естіп тұрсын құр бар үйге. Мына үйді қалай қайсап салыңыздар, нәлет. Өзім ауыстырып алып сала салам, фигня ғой достар. Достар, біздің осымен видеомыз аяқталды. Видеоны лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп лайктарыңды басып, видеоға барынша поддержка бер, лайк басып кетіңдер достар. Всем давайте, пока.